фундаментіне келіп тұрмыз. Арматура тастау маңызды ма, обязательно ма или не обязательно ма? Опалубканы қойып болып, арасына тас тастасақ. Бұрындары енді тегін болған негізінде объекттің басына жатады. Тегіс болған үшін ол фундаментке тастауға болмайды. Өйткені 25 сантиметрге былай, 25 сантиметрге арғы бетінен жарты метр шығарып алдық. Плюсын айтып өтейік та, мысалға, бұл жерге несущий конструкция болмайтын болса, осы жерге қойылып кету керек қой? Подушканың үстіне қойылып. Подушканың үстіне қойылып, ұсталардың құю бағасы басқаша болады. Екі түрлі болады. Екі түрлі болады. Не істеуі мүмкін? Ісінуі мүмкін. Ісініп, жарып жіберуі мүмкін. Бұның өзі біраз шығынды экономдайды негізі. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, бізде қазір құрылысымыздың фундаментіне келіп тұрмыз. Алдыңғы видеоларда сіздермен котлован жайлы, подбетонка, подушка жайлы толық бөлістік. Енді осы дәл қазіргі ситуациямен кішкене Рәкең екеуміз бөлісіп өтсек. Бізде негізі көбінесе халықтан қойылатын сұрақ, бізді дәл қазіргі ситуация енді бізде цокольный қабатымен болып тұр ғой. Негізі бір этаж үйді істеген жағдайда, болмаса екі қабатты үйді цокольный этажсыз істеген жағдайда, мынау ленточный фундаменттің ішіне арматура тастау маңызды ма, обязательно ма или не обязательно ма деген бірінші сұрақ қойылады. Одан кейін осыны құйып жатқан кезде опалубканы қойып болып, арасына тас тастасақ. Ақшаны экономдау болу үшін ба, болмаса басқа біреулердің құрылысы жүріп жатқан кезде енді көрген ғой ол дүние. Солай істесек қалай болады деген сияқты сұрақтар енді көргенін сұрайды ғой біздегілер. Соны сұрап жатады. Сол тақырыпты кішкене кеңінен ашайықшы. Так, бірінші біздегі қойылатын сұрақ арматураға қатысты. Арматураға қатысты келетін болсақ, бізде көріп тұрсыздар, подушка құйылды. Өткенде алдыңғы видеоларда да айтып өттік, 1 метрге биіктігі 40 қылып құйылған. Бізде көп жағдайда подушканы негізі құймайды. Объектілерде жер үй салатын болса, особенно бір этаж үйлерде подушканы құймай, тіке лента фундамент құйып кетеді. Негізі подушка желательно құйылған абзал, және де құйылғаннан кейін де ол подушкаға салмақ түскені үшін, яғни табан деп айтып отырмыз ғой. Соған біз, подушка табан, яғни соған біз арматура тастайтын болсақ, яғни лента фундамент бізде 40 сантиметр құйылатын болса, оған арматура тастамай үстіндегі сейсмопояспен байлап кетсек те болады негізінде. Біз егер подушкамыз берік болатын болса, мықты болатын болса, өйткені біздегі бетон ол қысу кезіндегі беріктікке жақсы жұмыс істейді, ал арматура болса, ол иілу кезіндегі беріктікке жақсы жұмыс істейтін болады. Сол себептен де біз подушкаға арматура тастап, ленточный фундаментке арматура жібермесек болады. А егер цокольный қабат біздің жағдайда келетін болсақ, ол кезде біз проектте берілгендей, яғни пояс обвязки ең төбесінде 20-25 сантиметр біз каркаспен арматура тоқып кетеміз. Жоғарғы бөлігіне. Ал проемдарға, есік, терезенің перемешкілеріне ол жерге уже усиленный арматура кетеді, усиленный хомутпен бірге, каркаспен бірге. Екінші момент, жаңағыдегі валундар, булыжниктерге келетін болсақ, валун тастардың сырты тегіс болған үшін ол фундаментке тастауға болмайды. Өйткені бетон, цемент, құм, жаңағыдегі тас үшеуі, шебін, қиыршық тас үшеуі бір-бірімен жақсы байланыс болу керек, связка болу керек. Ал валун тас ішіне түскеннен кейін ол жерде связка болмайды. Және именно сол валун тас тасталған жерден ертең осадка беріп трещина кетуі мүмкін. Одан кейін булыжник болса, булыжник былайша айтқан кезде бұрындары енді тегін болған негізінде объекттің басына жатады, бір жерде бір бетондар болады деген сияқты сол моменттерді эконом жасау үшін тастауы мүмкін. Ал қазір ол нәрсені біз кез келген жерден таба алмаймыз. Бірінші, екіншісі жаңағыдай жеткізу бар. Одан кейін бұны құйып жатқан кезде де булыжникпен және булыжниксіз ұсталардың құю бағасы басқаша болады. Екі түрлі болады. Ол булыжник салынғаннан кейінгі баға ол по-любому қымбаттайды. Өйткені булыжникпен определенный бір сумма болатын болса, тағы бір 200 мың теңге булыжник тасталған үшін ұсталар қосады ішіне. Сонда бізде тас тасталғаннан біріншіден ұтпаймыз. Екіншіден норматив бойынша оған кеңес берілмейді. И связканы жоғалтпау үшін ол нәрселер нежелательно, цельный болған дұрыс. Егер прям көңіл тыныш болсын, арасынан тағы қосымша не істесек болады деген сияқты сұрақтар болатын болса, тағы да не тастап кетуге болады? Сетка, жаңағыдай трещина беріп жүрмес үшін. Так, негізі біз егер 40-тық стена, жаңағыдай айтып өттік, 40-тық стена болатын болса, біз жоғары жағында
ол ленточный фундамент 1 метрлік болсын, болмаса 3 метрлік болсын, жоғары жағында каркасный қылып пояс обвязканы астынан тура мына жерге төртеулік қылып, астыңғы кетсек болады. Егер бізде стена уже 20-25 сантиметрге қысқаратын болса, ол кезде біз уже арматурамен как положено усиление беріп сетка тоқитын боламыз. Жақсы. Бізде қазір құрылысымыз бар ғой, өзіміздің құрылыс. Подушкаға қатысты одан кейін не жасалды? Біз алдындағы бөліскен видеодан кейінгі болған процесстермен бөлісетін болсақ. Біз подушка құйып болғаннан кейін, как раз бізде өткенде айтып өттік қой, бізге бетонға влага мен температура керек деп. Бізде как раз подушканы құйып біттік, ертесінен бастап уже бетон қатып біткеннен кейін жаңбыр жауып бастады. Біздің бір где-то 3-4 күн қолымыз ұстадық деп айтсақ болады, құрылысты? 3-4 күн қолымыз ұстады. 3 күн жақсылап жаңбыр жауды. Оның енді плюсы де бар, біздің мына жақта қолды ұстағанмен, яғни біздің мына жерде тасталған, подушканың ішіне тасталған топырағымыз, ол да өзінің влагасымен отырды, жаңбырдың суымен. Екінші біздің жаңағыдегі подушкамызге өзіне керек влага беріліп тұрылды. Температурада бізде ол күндері примерно 18-20 градус төңірегінде болды. Ең керек температура болып тұрды өзімізге. Басында как раз 3 күн бойы өзіне керекті температура мен влажностьті алып отырды. Одан кейін тағы бір айта кететін момент, мына жерде біз топырақты көміп тастадық қой, яғни мына жерде көрінбей тұр, бірақ бұның жанына біз гидроизоляция істедік. Подушканың? Подушканың өзіне. Ол гидроизоляция надан бері қарай ертең цокольный этаждың жанына полностью жағылатын болады, 2 слой. Оны алдағы уақытта бөлісеміз, сол этап істеп жатқан кезде бөлісеміз. Так, сосын, не нәрсе? Бұл бізде вибратор. Так, вибратор не үшін керек бетонға? Біз подушкіде де, мына жақта көріп тұрсыздар, хозпостройканың подушкасы фундаментіне, мынаның подушкасіне, лентаға, фундаментке де біз вибраторды обязательно қолданамыз. Неге? Өйткені бетонның тығыздығы жоғары болған сайын, оның беріктігі де жақсы болады. Тығыз бетон берік болады, былайша айтқанда. Егер араларында пора көп қалатын болса, ертең ол қыстағы суық бар, ішіне кіріп, ішінде қалған сулар не істеуі мүмкін? Сынуы мүмкін. Сынып, жарып жіберуі мүмкін. Одан кейін жаңағыдегі марка жағынан да ол қаншалықты жақсы отыратын болса, ол да жаңағыдегідей беріктігіне жақсы болуына әсер етеді. Бірақ бұны да дұрыс қолдану керек. Өйткені бұны да қатты көп вибратор болса жақсы болады екенде, көп сала беретін болса, бүкіл шебін, құм, цемент астына отырып, цементтің молочкасына бетінен шығады. Ол кезде де уже біздің свойствомыз яғни кетеді. Қолданған жағдайда да орынды қолдану керек қой, өзінің мамандары қолдану керек, көрсетілгендегідей. Так, одан кейінгі бізде ең көп қойылатын сұрақ. Бізде ленточный фундамент қазір цокольный қабаттікі болғанмен, көпшілікте бір этаж болатын болса, біз канализационный отверстияларды қалай тастап кетеміз, чтобы ертең қосымша сверлить еткізіп, тағы да қосымша шығындарға шықпас үшін. Так, біз мына жағдайда былай көрсетуімізге болады. Мысалға, подушка құйылды, одан кейін, допустим, 1 метр лентамыз деп есептейік, кәдімгі бір этаж үйлерде. Ол жерде примерно 1 метр болса, 30 сантиметрдей топырақпен көміледі, яғни соның астына, яғни подушканың үстіне біз өзімізге керек жерден, яғни жаңағыдегі канализационный турбалар түйіскен жерден біз өзі отверстие тастап кетуге болады. Ол жерге ПВХ турба, асбест турба, немесе металлический турбаларды тастап кетуімізге болады. Нештік примерно? 150-лік. 150-лік примерно. Мысалға, мынау бізде, дейікші, мынау қазір опалубка қойылды деп есептейік, опалубка қойылды деп есептейік, мынау бізде подушка деп есептейік. Сол кезде бізде опалубканың арасына тура осы жерге қойылып кету керек қой? Подушканың үстіне қойылып. Подушканың үстіне қойылып, ертең алынған кезде бізде, яғни канализационный отверстие дайын тұрады. Ол үшін бізде қай жерде, нақты қай бөлмеде раковина, унитаз, ванна деген сияқты кухонный, барлығы өзінің орнын білетін болсаңыздар, осыны сразу тастап кеткен дұрысырақ болады. Егер бұл нәрселер белгілі болмай, өзгерістер болатын болса алдағы уақытта, онда ол тесікті тастамай, оны по факту сол моментке келген кезде тесіп алған дұрыс болады. Өйткені сіз қазір ол тесікті тастап кетесіз, ертең сізге ол тесік керек болмай, тесік болып қалып кетеді, былайша айтқан кезде. Егер нақты белгілі болып тұрса, проект жасалған болса, дизайн арқылы белгілі болып тұрған болса, тастап кетуге болады. Былай нақты белгісіз болып тұрса, онда кейінірек істеп кетуге де болады. Жақсы. Енді біздің өзіміздің үйге қатысты, мынау жасалған дүниелерге қатысты қазіргі біздегі фундаменттің екінші этапы кетіп жатыр. Соған қатысты, именно колонналарға қатысты ақпарат берсек. Рахет, дәл қазіргі осы үйдің құрылысына қатысты ситуациямен бір бөлісіп кетіңізші. Біз өткенде подушкамызды толық құйып біттік. Одан кейін жаңағыда айттық қой, жаңбыр жауып біз өзімізге керектігінен алдық деп. Одан кейін подушка гидроизоляция жағып,
ішін және жандарын біз топырақпен толтырып алдық. Бізде өзімізден шыққан топырақ бар еді. Соның қайтып самасы олармен тасып көмдіріп алдық. Бұл жерде, мына жерде көрсеңіздер болады. Негізі подушканың деңгейімен бірдей қылып, сразу көрсетіп жіберейік. бірдей қылып, Жақында. бірдей қылып топырақ төсеген болатынбыз негізі. Кешегі жаңбырдың әсерінен бұл топырақтар яғни отырды бізде. Отырды, әрине. Керісінше плюс. Отыру қазір біз отырғызып алуымыз керек. Және тағы айтып кететін жағдай, бізде мына жерде көріп тұрсыздар, 6 колонна бар. 6 колонна құйылған. Бұл жерде ригельдер болады. Неге? Өйткені бізде астында бұл жерде перегородкалар беріледі. Бізде несущий стена емес. Біз нагрузканы, яғни ригельге, колоннаға беретін боламыз. Мына жерде плита жатады бізде. Мынау ригельге дейін қанша болады высота? Так, ригель бізде подвалдың высотасы грязный 2.95 берілген проект бойынша. Ригель бізде так 2.55-ке дейін құйылады. Ригеліміз 40-қа 40 размерде болады. Кейін ары қарай ригельмен жалғасады. Ары қарай ригель кетеді. Так, біздің тағы бір айта кететін нәрсе, именно осы жобада не үшін осы колонналар қойылды. Біз қазір сокольный қабатта болғанмен, біз бірінші қабатта тура мына жеріміз кіреберіс бізде, яғни прихожий болады. Несущий стеналарды біз жұғарту барысында 25 сантиметрге оң жақтан, 25 сантиметрге сол жақтан жұғарту барысында бізде прихожкаға жарты метр площадь қосылды. Ол да жоба барысында ескеріліп кеткен, сол жобадағы ескерілген дүниені дәл қазір біз құрылыста жасаудамыз, былайша айтқан кезде. Преимуществосы сода, не үшін бұл колонналар қалынды деген сияқты. Негізі көпшілік үйлерде байқасаңыздар, бұрыш-бұрыштың барлығына бір этаж болсын, екі этаж болсын, мынандай колонналар құйылып жатады. Біз оны бірінші этаждың деңгейіне келген кезде, кладкаға келген кезде айтатын боламыз, жалпы ол қажет па, қажет емес па, ол қай жақтан шыққан дүние, ол не үшін олай жасайды деген сияқты онымен толық бөлісеміз. Соны да алдағы уақытта бізден күтіңіздер. Біз ұмытып кетіп жатсақ, комментарияға жазып кетіңіздер, онымен обязательно бөлісетін боламыз. Так, бізде келесі айтыла кететін дүние, мына колоннаға қатысты біздің бізде каркасқа. Колоннаның каркасы, сваркасы деген сияқты. Бұл да, яғни рабочий проектте берілген бойынша істеліп жатыр. Біз астында колонналарды 30 сантиметрге майыстырып, яғни подушкаға связка жасап байлап кеттік. Яғни подушкадан бұл колонналарымыз бізде подушкадан шығып жатыр. Яғни подушканың арматурасына бірге, яғни байланып кеткен. Одан кейін астындағы хомутына келетін болсақ, каркасына, ол басында 5-5, кейін 10-10 болып көтеріліп, кейін 20 сантиметрден 8-дік проволокамен істелген. Мына жерде байқап отырғаныңыздай сваркілер берілген бізде. Яғни бұның екеуі, яғни крестик болып, екеуі 80 сантиметр төменде тұр. Мен де соны байқап тұрмын, осында қазір бізде сұрақ болуы мүмкін. Неге мынау қарама қарсы жатқан, диагоналынан жатқан екеуі астында, мынау екеуі крестообразный болып, екі түрлі уровеньде тұр осында. Бізде көп құрылыстарда, көп объектілерде мынау колоннаның арматурасын, яғни бір тегіс шығарып кетеді да, сонымен примерно взялкасымен 20-30 сантиметр бір-біріне байлап кете береді. Ол ертең жер сілкінісі болған жағдайда да бір шов бір жерде болған үшін ол кішкене қауіптірек болады. Яғни құрылыс талабы бойынша бізде осындай бір 60-80 сантиметрдей бір-бірінен, яғни қашықтық болу керек. Бір жерден сынбас үшін. Бір жерден сынбас үшін. Жақсы. Сосын жаңа ұмытып кеттік, бізде мынандай сұрақ болады тағы да. Біз енді цокольный қабатты деп есептемей ақ қояйық. Бір этаж үйдің фундаменті дейікші. Мақұл, екі этаж үйдің фундаменті дейік, цокольный қабаты жоқ. Жалпы кладка қай кезде басталған дұрыс? Кладканы негізі құйып болғаннан кейін, примерно 3-4 күннен кейін бастай беруге болады. Ол жерде бір тағы айта кететін жағдай, бізде кладка мен бетонның арасына не тастау керек. Бұрын рубероид тастап жататын еді, қазір жидкий стекло деген дүние бар. Бір объектіде бізде қандай қызық болған, жанында бір құрылыс прораб кісі объект салып жатқан, ол кісі жидкий стекло қолданып жатқан, жаңағы растворға қосады аның өзіне. Оны соседі келіп көрген, сөйткенде пәленше деген кісі прораб қой, ештеңе тастамай ұрып жатыр екен ғой деп, өзі барып ұра берген. Көрмеген ғой, ештеңе жоқ екен. Көрмеген, ана жидкий стекло деген ол былайша айтқан кезде прозрачный нәрсе, ол көрінбейді. Сонымен кейін барып пәленше сіз неге тастамадыңыз, мен жидкий стекло қолдандым деп, сол жақты ол моментті естен шығармау керек. Мына жақтағы не, яғни бізде кірпішке өтпеу керек влага. Одан кейін жаңа да айттық қой, 3-4 күн тұру керек. Біз нагрузканы 3-4 күннен кейін бере аламыз. Неге? Өйткені примерно 3 күннен кейін уже бетон 45-50% беріктігін жинайды. Негізі анау бізде енді көп қабатты үйлерде солардың нормативінде көрсетілген бойынша негізі бетон 70% кебу керек дейді, өзі 70%. Енді біздікі бір қабатты, екі қабатты үйлер туралы айтып отқаннан кейін бізге 2-3 күннен кейін былайша айтқан кезде біз цельный домдағы бүтіндей фундаменттің үстіне қоя салмаймыз ғой. Сол себепті кладканы жаймен 3-4 күннен кейін бастай беруге болады былайша айтқан кезде. Үстіне тағы бір айтатын жағдай, қазір біз дайын бетон алдырдық бетонный заводтан. Ол жерде уже арнайы
химиялық қоспалар болады, суперпластификаторлар. Олар да бетонның беріктігін тезірек жинауға өзінің әсерін тигізеді. Біз мысалға примерно 3 күнде десек, ол возможно одан көбірек те жинауы мүмкін деген сияқты. Оған да әсер етеді. Оған да әсер етеді. Жақсы. Сосын мыналар бірінші этап құйылып болғаннан кейін қалдырылған дүниелер ғой. Иә. Не үшін жұмыс жасайды бізде? Анау екінші этаптың нелерін апаловтың осыған ұстатып отыр ма? Сырт жағынан ба? Сырт жағынан көрсете салайықшы соны. Мына жерден. Бізде енді YouTube каналға арнайы түсіріліп жатқан екен. Мынау сұралуы мүмкін да, сұралмас бұрын сұрастап қалып кетсек. Мына апаловкілерін ұстап тұруына әсер етеді. Енді құрылыста жүрген кісілер үшін бұның бәрі мелочь болуы мүмкін. Ал вот бірінші рет үй соғып жатқан кісілер үшін бұл таптырмас ақпарат. Біздің бастапқы мақсатымыз үй соғам деп жатқан, үй соғып жатқан жандар үшін кішкентай болса да пайдалы ақпаратпен бөлісу. Жалпы бізбен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта осыдан кейінгі этаптар бар. Біздің цокольный қабаттың фрамугаларына қатыстылар бар. Бізде стиль хай-тек болғаннан кейін фундамент максимум брусчаткадан кейін 90 сантиметр болады. Ол жерде цокольный қабаттың фрамугасын қалдыру кішкене проблематичный болады. Ол мәселені біз қалай шештік? Бізде приямоктардың мәселесі қалай қарастырылады? Ол жерде нені ескеріп жатырмыз деген сияқты ақпаратпен бөлісетін боламыз. Рахит, жаңа колоннадан кейінгі ортаны бөліп тұрған перегородка жайлы да кішкене айтып өтейікші. Иә, біз мына жерлерде проектте перегородкалар берілген. Мына жақта бар, ана жерде бар, былай мына бөлмеде бар деген сияқты. Ол перегородкаларды біз трапеция образный қылып, мынау бетінені топырақты отырғызып болғаннан кейін трапеция образный қылып қазамыз. Бұл жерге 3 арматураны сетка қылып 12 арматурадан жаңа перегородканың астына ғана өйткені астына нагрузка жоқ ол жерде. Ол бізде тек перегородка болған екен, ол жерде несущий способность жоқ. Сол үшін біз өзінің астына ғана кейбір жағдайда, негізі көп жағдайда бұл жерді бөліп, как положено 40-тық стена қылып, подушка құйып, стена істеп деген сияқты қосымша яғни шығындарға балып жатыр. Подушкадан бастап алып келе жатады, фундаменттен. Мысалға мынау қазір бізде бір этаж үй деп есептейтін болайық, иә? Мынау мысалы қазір бізде бір этаж үй, былайша айтқан кезде бір этаж үйдің фундаменті деп есептейтін болсақ, бізде цокольный қабат жоқ деп есептейтін болсақ, фундаментті құйып болғаннан кейін осы жерге шейін топырақпен толтырылады. Толтырылып болғаннан кейін біздегі самонесущий перегородкалар тұратын үстінде қарапайым тілмен айтатын болсақ, кругляк жатпайтын дуалдар, кругляк жатпайтын дуалдарды трамбокпен жақсылап жасап, трапециобразный қылып қазып, топырақ құлап кетпес үшін жаңағындай 12-лік арматурамен жасап кетуге болады. Бұның өзі біраз шығынды экономдайды негізі. Рәке, біз енді цокольный қабаттамыз ғой. Мына проемдарға қатысты. Проемдарға қатысты айтып өтетін болсақ, бізде перегородка болмайтын жерлерде, бөлмелерде бетон құйып кеткен біз проемдар қалдырып кеттік. Бұл есіктің проемдары. Ені 1 метр, есіктің биіктігі грязный, 2-де 10 болады. Черновой 2-де 10 болады. Черновой 2-де 10 болады. Бірінші слой, екінші слой, үшінші слойдың белгілі бір жеріне дейін баратын болады. Одан кейін бізде 3 есік бұл жерде, 1-2, ар жақта сыртқа шығатын выход болады. Так, яғни мынау бізде жоба бойынша холодный кладовка. Яғни үйдің қосымша заттары тұрады осы үйдегі цокольный қабатта. И бұдан сыртқа шығып кетеді. Сыртқа шығып кетеміз, иә. Жақсы. Үйдің артынан подвалға түсетін лестница болады. Сосын Рәке, біз енді алдыңғы видеоларда кәдімгі формамен жүрдік та. Қазір мынау жилетке киіп ағамыз, каска киіп, мыналар өзінше жүр деген сұрақ болмасын, осы туралы ақпарат беріп жүріңізші. Иә, бұл жерде біз уже адамның бойынан биіктікке көтеріп жатырмыз ғой. Негізі жалпы үлкен тұрғын үйлердің құрылысы болсын, яғни тұрғын үй кешендерінің немесе жеке тұрғын үйлер болсын, адамның яғни өзінің қауіпсіздік ережесі үшін негізі басқа каска, егер техникалар жұмыс істейтін болса, жилет киген міндетті түрде негізі киіп керек. Өйткені техника кіріп шығып жатыр, столымыз бар, ауыр техникалар кіріп шығып жатады, иә? Погрузчигіміз бар, жаңағыдай келіп жатқан самосвалдарымыз, ховаларымыз бар деген сияқты. Ол мынау жилеттер, яғни ашық түсте болады, және отражательный ленталар болады. Егер кешкі уақытта болмаса таң енді шығып жатқан уақытта жұмыс істелетін уақыттар болатын болса, сол кезде адамның жүргенін олар яғни боковойдан болсын, алдынан болсын көру керек. Ал каскелер болатын болса, ол биіктіктен бір зат түсетін болса, яғни басқа тимеу үшін жаңағыдай киілетін басқа киім болып есептеледі. Жалпы барлығы өзіміздің қауіпсіздік үшін ғой. Қауіпсіздік үшін, иә. Дұрыс, бас керек болады, алдағы жобаларға да бас керек болады сол үшін.
Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it. Shake my ass, no stopping it. I live hot in it, hot in it. You know it's not the same as it was in this world. It's just us. You know it's not the same as it was. All because I'm tired of dancing. You know it's not the same as it was. Got the headlights on the highway. You know it's not the same as it was. She said, I think I'm losing my head now. Tonight we make bad memories. When I'm gone, I'm never really gone. You think you're moving on, but no one's gonna feel like I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top try, see a man topless, even a stick is